Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 5-ші сыныптың 48-ші параграфымен жалғастырамыз. Космогондық ою-өрнек адам қиялының жемісі деп аталады бұл тақырып. Бұл жерде сіздерге мәтін берілген екен. Мәтіннің өзінің тапсырмалары бар. Соның ішінде өзіңізге түсініксіз болған қиын сөздер теріп жазып, оның мағынасын сөздікке қарап жазуларыңыз керек. Мінекей, мен сіздерге осы космогондық, ұлан ғайыр, шаңырақ, айшық, сақтар және шексіз деген сөздерді алып, оның мазмұнын түсіндіріп жаздым. Сіздер егер мына текстің ішінде, мәтіннің ішінде басқа сөздер сіздерге түсініксіз болса, сол сөздерді таңдап, интернеттен немесе сөздіктен оның мағынасын қарап, осылайша жазсаңыздар, тарқатып жазсаңыздар болады. Келесі мәтін бойынша сұрақтар бар. Бірінші сұрақ: табиғатпен үйлесімде өмір сүрген қазақ халқын қалай сипаттар едіңдер дейді. Екіншісі: космогондық өнерде халқымыздың арман қиялы қалай көрінген? Және үшінші сұрақ: суреттегі космогондық өрнектерді қандай өнер туындыларынан кездестіруге болады? Осы үш сұрақтың жауабын төменде сіздерге бердім, бірақ дәл осы жауапты көшіріп алу немесе осы жауап дұрыс екен деп ойлау ол қате. Өз ойларыңызбен басқаша етіп жазсаңыздар болады. Бұл сұрақтың жауабы сіздерге тек ойлансын деген, жаңағы үлгі болсын деген ниетпен жазылған, сондықтан көшіріп алу міндетті емес. Өз ойларыңызды тарқатып басқа мысалдар жазсаңыздар болады. Келесі: бір космогендік ою-өрнек пен өсімдік тектес ою-өрнекті салыстырып Вен диаграммасына түсіріңдер дейді. Енді космогендік ою-өрнек ол қандай екен? Мына жерде бірінші жаңағы таблицада көрсетілген, екіншісінде өсімдік тектес ою-өрнек ол қандай болады, оған қандай мысалдар бар, сол берілген. Ортасында мына диаграммада екеуінің ортақшылығы берілген екен. Ұқсастықтар мына жерде жазылып тұр, қарамен ұқсастықтар деп, осы екеуінің. Осыны оқып түсініп алсаңыздар болады. Дәл осы көшіріп жазу міндетті емес, басқаша етіп өзгертсеңіздер де болады. Енді ұқсастықтарды мұқият оқып шығыңыздар өздеріңіз. Қандай космогендік және өсімдік тектес ою-өрнектердің ұқсастықтары бар екен? Тәуелдік жалғау, грамматика кішкене сіздерге. Тәуелдік жалғау деген не екен білесіздер деген ойдамын. Бір заттың екінші бір затқа немесе кісіге тәуелді екенін білдіретін жалғау тәуелдік жалғау деп аталады. Мысалы, менің кітабым, менің киімім, менің үйім бұл маған тәуелді заттар. Сенің кітабың, сенің ойыншығың, сенің дәптерің бұл саған тәуелді, саған тиесілі заттар. Тәуелдік жалғау дегеніміз осыны білдіреді. Бұның үш жағы бар. Бірінші жақ менің, екінші жақ сенің, және екінші жақтың сыпайы түрі сіздің, және үшінші жақ бар оның. Осылардың көпше түрлері бар. Яғни біздің, сендердің, сіздердің және олардың. Жалғастырамыз. Үшінші тапсырма: деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар дейді. Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей бойынша сұрақтар берілген екен. Бірінші деңгейде берілген зат есімдерді тәуелдеңдер дейді. Жаңа тәуелдік жалғауын айттық. Өрнек, ғарыш, жұлдыз. Бұны тәуелдеуді сіздерге жазып көрсеттім. Екінші деңгейде мәтіннен көптік тәуелдік жалғаулы сөздерді тауып топтастырыңдар дейді. Бұл да орындалды. Мінекей тұр мына жерде. Үшінші деңгей: оқылым мәтіннің мазмұны негізінде диалог құрыңдар дейді. Диалогты Айша мен Қанаттың арасында диалог деп сендерге құрдым. Дәл осы емес, басқаша етіп өзгертіп жазсаңыздар болады. Диалогтегі зат есімдерге талдау жасаңдар дейді. Енді зат есімдерді өздеріңіз тауып, олар қандай жалғауда тұрғанын айта аласыздар деген ойдамын. Түсінбесеңіздер сұрақ ретінде комментарий қалдырып кетіңіздер, түсіндіріп айтам. Төртінші: оқылым мәтіннен деректі және дерексіз зат есімдерді екі бағанға теріп жазыңдар. Кесте, таблица, яғни жасадым сіздерге. Деректі зат есімдер. Деректі зат есімдер дегеніміз не? Бұл көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер. Бұны жанды, жансыз деп бөлмейміз. Деректі деген біз көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз, көз алдымызға елестете аламыз. Бұл деректі, яғни дерек зат. Ал дерексіз зат есім дегеніміз, бұны біз ауызбен айтамыз, бірақ көз алдымызға елестете алмаймыз. Елестетсек те қолымызға ұстай алмаймыз. Яғни байланыс, біз білеміз, телефон арқылы байланысқа шығуға болады, бірақ оны көзбен көрмейміз. Қызығушылық, ол да бір сезім, бірақ оны біз көзбен көрмейміз, қызығушылықтың не екенін.
сонымен қатар өмір дегеніміз біз мына өмір сүріп жатқан, яғни кеңістік жердегі адамға берілген уақыт екенін біз білеміз, бірақ өмірді қолмен ұстап алған адам жоқ, сыр. Бұл да солай. Түсінік, дүниетаным, рух. Мысалы, адамның рухын ешкім қолмен ұстап көрмейді. Дүниетаным бұл бір білім ғой. Дүниетаным адамның дүниеге деген көзқарасы, содан алған білімі. Бұны ешкім қолмен ұстап көзбен көре алмайды. Бұлардың барлығы дерексіз зат есімдер. Әрі қарай жалғастырайық. 5-ші тапсырманы мінекей өздеріңіз орындайсыздар деген ойдамын. Мен сіздерге үлгі ретінде осындай мәтінді ұсынып отырмын. Яғни менің ойымша деп бастап, одан кейін мен соны былай түсіндіремін, мен мына дәлелдерді келтіремін деген сияқты етіп жалғастыру керек. Сіздерге түсінікті деген ойдамын, бірақ дәл менің берген мәтінімді көшіріп алу міндет емес, басқаша етіп өзгертіп жазсаңыздар әрине құба-құп. Осымен оқушылар 48-ші параграфты аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Келесі сабақта кездескенше аман есен болыңыздар.